Құрметті тіл ғылымы каналын қараушылар, сіздердің назарларыңызға қалыптастырушы бағалау тәсілдерін ұсынғым келеді. Қалыптастырушы бағалау тәсілдерінің саны көп, дегенмен бүгінгі сіздерге ұсынылатын тәсілдердің біреуі бұл стоп-кадр немесе кадрды тоқтату тәсілі деп аталады. Стоп-кадр немесе кадрды тоқтату тәсілі сабақ тақырыбына қатысты бейнефильммен жұмыс жасаған кезде жүргізуге қолайлы тәсіл. Бұл кезде бейнефильмнің сабақ тақырыбына қатысты материалды игертуге қажетті сәтін немесе кадрын тоқтатып қояды экраннан, және тоқтатылған кадрге қатысты сұрақ қойылып, оқушыларды диалогқа тартуға болады. Немесе осы стоп-кадр, кадрды тоқтату тәсілі арқылы мұғалім сыныпта жұптық жұмысты немесе топтық жұмысты ұйымдастыра алады. Жалпы кадрды тоқтатпас бұрын, экраннан тоқтатпас бұрын, оқушылардың біреуіне немесе сыныптағы бір топқа сол тоқтатылатын кадрды алдын ала көрсетіп, ол көрген топ өздері көрген көріністерін өзге топқа немесе екінші бір оқушыға толықтай сипаттап баяндап береді. Ал екінші оқушы немесе екінші топ оларға нақтылау сұрақтарын қояды. Осы арқылы жалпы материалдың игерілуіне мүмкіндік туады. Стоп-кадр немесе кадрды тоқтату тәсілі жалпы оқушылардың бірін-бірін тыңдай білуін және әрқайсының өз ойын жеткізу дағдыларын дамытады. Сондай-ақ, стоп-кадр кадрды тоқтату кезінде көрсетілетін материалдарға қатысты туындайтын сұрақтарға немесе жағдаяттарға қатысты шешімді қабылдауға және сол шешімді қабылдаудың негіздемесін жасауға оқушылардың дағдысын қалыптастырады. Қалыптастырушы бағалау тәсілінің келесі түріне кадрды дыбыстау тәсілі жатады. Бұл кадрды тоқтату немесе стоп-кадр тәсіліне қарама-қарсы тәсіл деп айтуға болады. Бұл кезде сабақ тақырыбына қатысты фильм таңдалады. Фильм өткен тақырыптарға байланысты болу керек. Және оның негізгі сипаты үзіндіні дыбыссыз көрсетіп, сол кадрдегі кейіпкерлердің рөліне еніп, оларды дыбыстау арқылы жүзеге асады. Ол үшін алдымен кадрды үзіндіні дыбысымен көрсетеді. Дайындалу үшін оқушыларға жеткілікті уақыт берілу керек. Сол дайындықтан кейін барып, үзіндіні дыбыссыз көрсетіп, ондағы мазмұн дыбысталатын болады. Бұл тәсілде оқушылардың материалды игеруін, оны еске сақтауын және барынша бастапқы қалпына жақын мазмұндауға төселдіреді. Келесі тәсіл бұрыштар тәсілі. Бұрыштар тәсілінде мұғалім оқушыларға сұрақ ұсынады және сол қойылған сұрақтың мүмкін деген 4 жауабын өзі қоса береді. Және сол 4 жауапты сыныптың 4 бұрышына орналастырады. Осы 4 жауаптың біреуін таңдайды. Сол таңдаған жауаптары тұрған бұрышқа жиналады. Және өздері бір жауапты таңдаған сыныптастар сол жауапты өз ішінде талқылайды. Және де сол талқылаған жауаптарының дұрыс екендігіне өздерінің көзқарастарына дәлелдеме ұсынады. Бұл бұрыштар тәсілінде де оқушылар топтық жұмыс жасау дағдысын жетілдіреді, дұрыс шешім қабылдауға төселеді және өз ойларына ғылыми бір-бірімен алдыңғы материалдармен сабақтастырыла отырып, өздерінің көзқарастарына дәлел ұсынуға төселеді. Келесі қалыптастырушы бағалау тәсіліне ойлан, жұптас, бөліс тәсілін жатқызуға болады. Бұл кезде мұғалім әр оқушыға жеке тапсырма береді. Барлық оқушылар өздеріне берілген жеке тапсырмаларды әуелі орындайды, өз ойларын тапсырмаларына сәйкес қорытады.
Содан кейін тапсырмаларын орындағаннан кейін өз көршісімен жұптасады, өз ойын көршісімен бөліседі және жұпталған көршісінің тапсырмасына қатысты ойын тыңдайды. Яғни бұл кезде әр оқушы өзге оқушылардың орындаған тапсырмаларын да қоса игереді. Осыдан кейін бүкіл топтық талқылауға ұласады бұл тапсырмалардың орындалуы. Бұл жерде мәліметтерді қайталау, немесе жаңа мәліметтерді игеру және сол олардың өзара сабақтастырылуы, байланыс орнатылады және оқушылардың осы материалдарды есте сақтау деңгейлерін тексеруге мүмкіндік болады. Сіздерге ұсынғым келген бүгінгі материалдар осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.